Осы сабағымызда біздерге қандай программалар керек болады? Біздерге тек қана 4 программа керек болады. Басында Visual Studio Code, программа жазу үшін, макетлерді көру үшін, JavaScript жүргізу үшін и Git деген программа керек болады. Осы программаларды жүклеп алуды көрсетейін. Google-ға кіресіз. Скачать деген жазасыз, я болмаса английский download. И программа атын жазуыңызды ұмытпаң. Программа аты Visual Studio Code. Үстіне басаман. Өзімнің операцион системасын сайлап аламын. Көбінше біздерде Windows 10, 11. Әрқайсына басып шығуым керек. Өзі автомат түрде скачать етіледі бұл жерде. А жағына тағы біздерге керек болған Figma. Figma деген сайтына кірдік. Скачать түймесін барсамыз. Бұл жерде қараң. Төменге түсуім керек. Төменде түскен уақытта Desktop Up for Windows деген бар. Осыны басып сайлауым керек. Енді Node.js скачать етеміз. Node.js-ке кірдік. Бұл жерде Windows дегенді сайлап скачать етеміз. Ақырғы программа Git. Оны қазір установка қылмасаңыздан болады. Кейінгі сабақтарда установка қылынады. Қазір дым шартлы программа емес. Бірақ тұрып компьютеріңізде тұрып қоя берсе болады. Айтына кірмей тұрып. Так. Бұл жерде. Егер сайтына кірмесе, төменгі сайтларына кіріп шыға беріңіз. И бұл жерде download деген кнопканы басамыз. Хаммесін скачать етіп болғаннан кейін, біздер енді установкасын көректі. Бір программаның установкасын көрсетеме, қалғанлары жүді аңсат. Сондай ол установка етесіз. Так, Visual Studio'ны установка етіп көрсетейін. Үстіне бастым міне. Принимаю дейсіз, лицензиясымен. Согласен. Мына жерде сізге галочка сұрау болуы мүмкін, мынандай галочка сұрау болады. Әрқайсысына плюс деп қойып шыққаныңыз мақұл. Қалғанлары кәдімгі программа установка еткендей. Далее деп установка ете бересіз. Менде уже установка етіліп тұрыпты, соның үшін установка қылынбаймын.